президент жаңа ғана жастарға үлкен өсиет айтты. Оның ішінде 5 кеселден қоғам азат болу керек деді. Оның ішінде біріншіден наркотиктер, нашақорлық деген өте қиын болып тұр. Одан кейін вейп деген жаңа электронды сигареттер, одан кейін вандализм, лудомания және қарызсыз қоғам деген, яғни қарызға кіріп кетпеуге, кредитке деген мәселелерді көп көтеріп отыр. Жастардың бойында бұндай кеселдер болмау керек деп отыр. Өйткені нашақорлық түбі қорлық екенін барлығы біледі әрине. Өйткені өте қиын нәрсе. Лудомания деген әуес құмар ойындарымен ойнауға болмайды. Заманда қазір жасанды интеллектті алып келе жатыр, соның ішінде жаңағы әртүрлі алаяқтықтар кездесіп жатыр. Сондықтан да оның бәрінен жастар сақ болу керек. Үнемі өздерін тәртіпті ұстап, осындай кеселдерге жоламау керек деген үлкен бір өсиет айтты. Сол мен ойлаймын, жастар үшін өте маңызды. Университет тарапында ондай жұмыстар, оның алдын алу, лудоманияның алдын алу, есірткі заттарының алдын алу, жаңа құмар ойындарын, одан кейін вейп, осындай жаңағы қарызға, кредитке кіру деген сияқты мәселелердің алдын алу бойынша көптеген шаралар апта сайын жүзеге асырылып отыр. Біз жастарды бақылауда ұстап отырмыз. Сол үшін ондай кеселден жастар, қазақ қоғамы азат болу керек.